2026 жылдың өзгерісі, егерде сізде ИП да ТО да болса, онда сіз екеуінің біреуін ғана упрощенный режимге ауыстыра аласыз. Ал екіншісі общий установленный режимде қалады. Ал қайсысын жаңа режимге ауыстыру, оны сіз өзіңіз шешесіз. Яғни, қайсысы ИП ма я ТО-ңыз ба, қайсынан пайда бар, қайсысы тиімді, қайсынан қанша табыс бар дегендей барлығын санау керек. Сол енді соңына дейін тыңдап алыңыздар. Егерде ИП-ңыз түк жұмыс жасамай жатса, онда оны міндетті түрде жауып тастауыңыз қажет. Себебі үкіметте кері қайтпайтын процесс жүріп жатыр. Біріншіден, қазақ тілінің аясы кеңейіп жатыр. Біз бүкіл жерде қазақ тілін талап ететіндей жағдайға жетіп жатырық. Қазақ тілде мен білмеймін, мен сөйлемеймін деген адамдардың Қазақстанда кәсіп бастауға, жасауға жағдайлары қиындап бара жатыр. Екіншіден, феминизм қатты дамып бара жатыр. Әйелдің орны асқана деген ұғым жойылып бара жатыр. Үшіншіден, салықтық бақылау күшейіп жатыр. Бұл деген сөз, әрбір кәсіпкер өзінің ісін тиянақты және білімді болуын талап етеді. Маған тіркеліңіздер, осы ақпаратпен қажетті адамға бөлісіп қойыңыздар.